Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай және тез дайындалатын пиццаның түрімен бөлісетін боламын. Бізге керегі кефир, жарты чайна ложка тұз, жарты чайна ложка сода. Осы үшеуін жақсылап араластырып, қамыр елеп қоямыз. Тұндырып, бір 5-10 минуттай тұрса болғаны. Болмаса қоймай сразу жасасаңыздар да болады. Начинкасына өздеріңіздің қалауларыңызбен, өздеріңіз білесіздер қалай қолдансаңыздар да. Майонез бен кетчупты жақсылап араластырып саласыздар. Мен сыр, колбаса және помидор қолдандым. Үйде не бар, сонымен қолдандым. Осылай табақтарыңызға жақсылап саласыздар. Мен бірінші үйде кетчуп болмағандықтан томатты мұздай суға араластырып, кішкене салқын суға араластырып, осылай екеуін жақсылап араластырып салып жібердім. Егер де үйлеріңізде кетчуп болмаған жағдайда солай жасасаңыздар болады. Бірінші сырды осылай үстіне жақсылап себелеп шығамыз. Көбісі полный бетіне барлығын жасап қойған кейін себеді екен. Негізінде осылай дұрыс болады. Осылай сырды жақсылап бетіне сеуіп шыққан соң, ары қарай қалаған начинкаларыңызды салып сәндесеңіздер болады. Өз фантазияларыңызға қарай сәндей бересіздер. Колбаса саламыз. Кейін помидорды саламыз. Бізде дайын болды. Міне қараңыздар, біз пісті. Қамыры енді өте жұмсақ, күшті пицца болды. Жасап көруге кеңес берем.